Сәлеметсіздер ма? Біз бүгін творог қосылған капкейк жасаймыз. Біреулер маффина деп те айтады, бірақ та басында кремі болғаннан кейін капкейк деген дұрысырақ. Оған керегі бізге творог, қаймақ, қант, ванильді қант, сары май 82,5%, ұн, жұмыртқа, разрыхлитель. Бірінші творогқа қаймақты салып езіп аламыз. Оған осындай блендер болса жақсы, болмаса қасықпен де болады, бірақ бұндай блендермен біркелкі шығады. Одан кейін майды, қантты, ванильді қантты миксерлеп аламыз. Басында миксерді жайлап қоямыз, одан кейін көбейтіп, қаттырақ етіп 5-10 минуттай еземіз майды. Одан кейін жұмыртқаны бір-бірлеп салып еземіз. Менде жарты порция болғандықтан мен 1,5 жұмыртқа салдым, 1 толық және 1 жұмыртқаның жартысын. Оны езіп дайын болғаннан кейін творогты араластырамыз, 2 қоспаны араластырып дайындап. Одан кейін ұнды қосамыз. Ұнды одан бұрын разрыхлитель салып ішіне араластырып аламыз. Ұнды елегіштен өткіземіз міндетті түрде. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Алда әртүрлі рецепттер болып тұрады. Міне осындай қоюлау болып шығады. Тестісі мен осындай ыдысқа жасаймын. Себебі духовкада пісіргенде ыңғайлы. Егер де қағаз ыдыс болса, онда арнайы капкейк пісіретін ыдыс керек болады. Осылай етіп ыдыстың ортасынан жоғары етіп саламыз. Одан кейін 180 градусқа 20 минутқа, 25 минутқа пісіріп аламыз. Өздеріңіздің духовкаларыңа қарайсыздар. Ортасын кесіп салмаға дайындаймын. Менде арнайы ыдыс бар, кесетін болмаса осындай насаткамен, ол болмаса пышақпен де кесуге болады. Кремімді дайындап қойдым. Салмасында менде малиновый кули, орнына клубникадан жасасаңыздар да болады. Вареная сгущенка, шоколад қосуға, әртүрлі ойларыңызға, қандай фантазияларыңыз бар, қандай дәмді қалайсыздар, сондай жасауға болады. Дәмін өзгерткен сайын капкейкте өзге болып отырады. Насаткаларыңызды өзгертіп, түсін өзгертіп, кремді жасасаңыздар, сіздердің мерекелік дастархандарыңыздың сәнін келетініне сенемін. Бетін әрлеуге де әртүрлі өздеріңіздің фантазияларыңызбен жасай берулеріңізге болады. Мен дүкеннен алынған дайын шоколад септім. Сіздер қалай жасағыларыңыз келсе де өздеріңіз еріктеріңіз. Қарағандарыңызға рахмет. Аяғына шейін қарап, ұнаса пікірлеріңізді қалдырып, лайк басыңыздар.